Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгін біз ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өндірістік микробиология препараттарын Астана қаласында өтіп жатқан Қазагро Казфармның ұйымдастыруымен ауыл шаруашылық көрмесіне келіп отырмыз. Бүгін бізде қонақта Қостанай қаласынан келіп отқан ТУО Прима Агросоюзы агроном кеңесшісі Оспанов Амангелді Каратаевич мырза. Ассалаумағалейкум. Сіз енді біздің өндірістік микробиологияның препараттарын қандай препаратымен таныссыз, сіз опыт жасапсыз, соны айтып өтсеңіз, қандай преимуществосы бар, пайдасын да? Біз тексеруге алған препарат, фитобацилин деген препаратты алдық. Өйткені бізде енді егістік көлемі Мақсараның үлкен. Қостанай облысында былтыр 256 мың гектар егілген. Сол енді егіннің мерзімі ерте егеді. Анау топырақтың ылғалы көбірек болсын деп. Бұл кезде температура суық, арам шөп шықпаған. Сол жағынан сол арам шөппен күресу қиын болады. Мысалы, культивация жасай алмайсың. Енді мынау фитобацилиннің несіне қызықтық, ол биоскарификатор, өзі биофунгицид сияқты істейді дегесін. Содан біз сол фитобацилинді алып, біздің зерттеуші лаборатория бар, ТУО Регион защита деген, ол аккредитованный лаборатория, директоры Олейник Айгүл Тоқтарбайына деген кісі. Сол сіздің рекомендация бойынша мынау неге биоскарификатор ретінде 250 мл гектарный нормаға сол Мақсарының тұқымына араластырып көрдікті. Сол кезде мынандай нәтиже алдық. Энергия прорастания 1,25%-ға үлкейтті, схожесть 3%-ға дейін көтерілді. Препараттың пайдасы көрінді да экспериментте? Сосын енді мынау кішкене Мақсарының тұқымы ірілеу болғасын, қабығы қалыңдау болғасын, біз 350 мл-ге көтеріп, қайтадан жасап көрдік. Осындай нормамен нәтижесі одан да жоғары болды. Передозировка деген орда ешқандай? Жоқ, передозировка болған жоқ. Энергия прорастаниясы 5%-ға дейін көтерілді ме? Схож 7% ба, солай жақындақ болды. 27%-дан 7%-ға дейін төмендетті. Енді мен ойлаймын, мысалы, тағы да басқа нормамен опыт жасап көру керек. Сол енді бұл өте жақсы өнім. Сосын бізді қызықтырып атқан тағы да өнімдер бар. Оларды енді біздің Қостанай облысында опыт жасаған екен. Ол нелер? Лизавит акрес па? Жоқ, неге? Бізде қазір чечевица көбейгіледі. Солардың инокулянттары. Сіздерде специфический штамдары бар екен. Чечевица болсын, бұршақ болсын. Сол енді соларды көру керек нәтижесін. Бұлай енді өзіңіз қолданып көрдіңіз біздің препаратты, опыт жасадыңыз. Басқа да негізі біздің компанияны енді көбісі рекламамен енді танып келе жатыр да, уже рыноктағы уже 10 жылдан аса жұмыс жасайды. Соны енді жаңадан көріп жатқан көрермендерге сіздің маман ретінде қандай кеңесіңіз болатын еді осы препарат туралы? Енді қандай кеңес айтқым келеді? Маман ретінде біріншіден өзі бізді қызықтыратын өзіміздің еліміздің өнімі Қазақстанда шығарып жатыр. Өзіміздің ғылыми мамандар шығарып жатыр. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Қазіргі енді үлкен егіннен үлкен түсім алғың келсе, осы микробиологический препараттарды қолдану керек. Рахмет. Олар жақсы нәтижесін көрсетіп жатыр.